Нақты не айту? Нақты. Әр халыққа не берем деп уәде бер. Әр халыққа өзінің ұлтын немесе салт дәстүрлерін қолдануға Жақсы, отыр, дұрыс, әдемі, манас тұрсын. Осы нәтижесінде не болып, кейін тарихта білетіңіз. Ол уақытта айтылған жоқ Совет одағында. Кейін осы айтылған уәделерінде тұрды ма? Жоқ. Сөйлеуде мәдениет, тыңдауда мәдениет. Сөзінде тұрды ма? Кім толықтырады? Қуаныш көмектесші. Владимир Ильич Ленин өз сөзінде тұрмай, және ол өзінің берген уәделерінен кейін сөзінде тұрған жоқ. Қайсы болып, ол орынбасары Иосиф Жақсы. Темірлан тұрш, жалпы кеңес одағы ұлттық мемлекет ашып береміз деп уәде берді ма? Жалпы. Уәде берді ма? Уәде бергенде жоқ. Енді қара, Ресей империясы мен Совет одағының ұлттық бөлінісіне келгенде айырмашылық бар ма екеуі? Айырмашылық бар, андай Ленин Ресей империясы ол біздің кеңес үкіметі Ресей империясының саясатын жалғастырды ма? Жалғастырды. Ешқандай тәуелсіздік берген жоқ. Ешқандай ұлттық мемлекетті бізге бөліп берген жоқ. Келесі сұраққа жауап береді маған Шұғла. Қазақстанда кеңес үкіметінің орнауы қалай жүр? Мұғалім. Қалай? Ал. Рысқұлов Түркістан андай бір нелерге бірлай деп жазды. Мыңдаған адамдар олар көмектесеміз, топ көмектесеміз. Отыр. Қазақстанда кеңес үкіметінің орнауы қалай жүр? Ол жазады, мыңдаған халықтың көбісі Ресей үкіметінің не екенде оны әлі жақын түсінбеген деп жазады. Жақсы, Мәдина толықтыр. Жақсы, жеткілікті. Уақытыңыз бізде. Үй жұмысын қорытындылаймыз, үй жұмысын. Кім алды деген әдіспен. Әр топтан бір оқушы келсін. Мына жерде кітабымыздағы 3 кесте бар ғой. 3 бөлімге 3 топқа 3 кесте түсті. Сол кестерге дайындыққа 2-ақ бөліп уақыт, кетті уақытта. Бір адам түсіндіріп берсе болды. Жұмыс істейді. Қысқа нұсқа. Кестердің ішінде барлығы бар. Мен қандас па не? Да, екіншісін айтып берейін. Кеңес үкіметінің алдымен ірі қалалар орнауы. Және екіншіден кеңес үкіметі ірі қалаға орналасуы. Тамаша. Және орналастық және агрокультурасын оны қайтарып орнату. Метрополия Түркия аймақтық қағидасы бойынша министрлік Жалпы бір минут. Метрополия дегеніміз не? Метрополия кім қалай түсінеді? Жақсы. Жақсы. Қазақстан біз кімге метрополия болды? Қай мемлекет? Ресей. Ал қазір қай мемлекетке метрополиямыз? Ешқандай мемлекет. Жақсы, дәле жалғастырамын.
қатынастарын айта кететін болсақ, онда патриархалды феодалдық қатынастардың үстемдігі көп. Тағы? Үшіншіден, жұмысшылардың табының әлсіздігі және ұлтаралық қатынастардың күрделігі. Осы мына жерде мынадай сұрақ барлығымызға кітапта жоқ. Неге кеңес үкіметін құрушы кім деді? Бірінші кезекте кеңес үкіметін құрушы кім деді? Большевик кім деді? Бір сөзбен айтсақ, өмірге табу керек. Ал Қазақстанда сонда осы көрсетілгендер ішінде қайсысы аз болып тұр? Жұмысшылар. Бізде білесіздер өндіріс орындары аз болды. Жақсы, бар ма тағы толықтырады? Болды ғой. Екінші топ. Неге тыңдамайды бір топ? Барлық тұрғысында халықтардың олардың қызметтеріне байланысты келіссөздер жүргізілді және жер туралы декрет дегеніміз ол жер туралы декретте осындай бітім жасалады. Бұрынғы кезде адамдарда жекеменшік жер болса, ол жерлердің барлық жергілікті кеңестерге барлық жерлер меншікті болуға тиіс. Жақсы. Жақсы, осы жерде тағы бір сұрақ кітапта жүр. Бітім келісім шарты деп атады. Осы Ресей осы бітім шарты бойынша соғыстан шықты ма, шыққан жоқ па? Шықпа. Ол дұрыс болды ма, бұрыс болды? Жоқ, бұрыс болды. Неге? Өйткені оны Неге бұрыс болды? Айда ғой. Ресейде мемлекетте революция болады. Дұрыс айтады. Жақсы. Бұл енді өте бұл саясат әлі күнге дейін тарихшылар таласып жүр. 1917 жылы Брест келісім шарты деп аталады. Соғыстан шығу біз үшін жақсы болды, себебі тыл жұмысын алуға қазақ жігіттері қайтып келді. Ал жаман жағы кейін 19-20 жылдар Ресейге интервенция жасалды. То есть Антантаның құрамындағы мемлекеттер Антантаның үшінші топ білмесе Сырдария, Ақмола және Бөкей облыстарында большевиктер басқарған қарулы күштер шамасы келмегенде уақытша үкімет ол бейбіт жолмен. Жақсы, мен сіздерді көмектесіп қараңыздар бәрі. Кеңес үкіметі бір жерде бейбіт жүрді дейді, түсінікті бейбіт соғыс. А бір жерде соғыс. Неге бір жерде тыныш, Атбасарда тыныш болды, а Степногорскіде соғыспен болды. Кеңес үкіметі орнады. Неге? Кім көмектеседі? Әр облыстарда Кейбіреуі қолдады, кейбіреуі қолдады. жоқ. Бірінші облыстарда алып содан соң ауылдарға Кеңес үкіметі ең бірінші үлкен қалаларда орнады ма, ауылда орнады ма? Теміржол салып берді ғой. Жұмысшылар қай жерде басын? Сол жерде. Ал енді кеңес үкіметі берілмеген жерлер ол Орал және Жетісу. Неге? Оралда өйткені казактар болды. Олар Николай екіншінің Жақсы, жеткілікті. Бір сөз айтсақ, әлеуметтік теңсіздік, байлар, монголдар, кедейлер, матростар, солдаттар, жұмысшылар деген сияқты. Ең бірінші орнаған кеңес үкіметі қала Қазақстанда. Қызылорда. Неге? Өйткені анда теміржол жалғау қызыл болды және де сол теміржолға қандай қатысы бар кеңес үкіметі? халық жұмысшылар. Жұмысшылар басым болды. Біріншіден, екіншіден сол уақытта Перовскіде үлкен әскери гарнизон болды. Білесіздер, кеңес үкіметінің құрушылары болды. Жұмысшылар, шаруалар және таптар емес. Бұл кім ол Ленин дейді жалпы? Аттағы кісілер кезінде Ленин десе жылайтын еді. Совет одағында. Қолдарынан кітап түсіп кетті. Үлкен болған менде ол тарихта үлкен із қалдырып. Рас кітаптың ішінде тұрса, ол түсінікті үлкен адам екен. Ол 54 жасында қайтыс болды, бірақ ол 55 томдық кітап жазған. 54 жасында қайтыс болды, 55 томдық кітап жазған. Тағы не? Ірі қайраткер. Бір сөзбен айтсақ, кеңес одағының негізін қалаушы. Жақсы, келесі паралель аша қояйық, тағы метек отыра беріңіздер. Біреуін ала ғой. Ала ғой. Мынау бесін өтеге. Аша қойыңыздар, түсінікті 3 жоспар. Өзі 3 жоспардан тұрады, жаңа тақырыпты аша қояйық. 1 минут маған қарайық, 1 минут маған қарайық, жейік барлығымыз.
Қазақстанда ұлттық автономия бар. Түсінікті, Совет одағы орнау қарсаңында жалғыз біз емес, Украина, Кавказия, басқа жерлердің барлығында ұлттық автономиялар құрылып жатырды. Және Қазақстанда да ұлттық автономия құрылды. Бірақ ол қалай өрбіді, қалай болды, ол сіздердің қолдарыңызда. Уақыттарыңыз кетті. Дайындыққа 5 минут. Мен былай айтамын, мен бір бастаймын. Қарашада. Жақсы жеттік, отыра барыңыз. Үшінші топ. Судан. Және Алашордаға қатысты адамдарды бірінен бірін қыра бастайды. Яғни бір-біріне жала жақтырды. Жақсы жеттік, отыра барыңыз. Рахмет. Балалар, мен әжемде бір тарихи шындықты айтып кетейін. Біздің қоғамда сөз бостандығы бар. Сондықтан қоғамда әртүрлі пікірлер айтады. Сәкен Сейфуллиндер, Тоқаш Бокиндер, Міржақып Дулат, Амангелді Имановтар бәрі бір-біріне қарсы қойғысы келеді. Но тарихи шындыққа келетін болсақ, қазақ 20 ғасырдың басында қай қазақтың зиялысын алсаң да, қай үкіметті Алашты, Қоқанды, кеңес үкіметін французды қолдасын, французбен аралассын, бәрінің түпкі мақсаты қазақ жерінің тәуелсіздігіне жету. Әртүрлі жолмен, мен Гарнияққа барып келсем, неше түрлі жол бар ғой, дұрыс па? Мына жақпен барып, мына жақпен. Бірақ мақсаты мен Гарнияққа жету ғой. Сол сияқты қазақ зиялыларының мақсаты тәуелсіздікке қол жеткізу. Бірақ әртүрлі жолмен. Міне, сондықтан алалап біреуінікі былай деп айту, ол тарихқа жаныспайды. Есі дұрыс адамдар олай істеуге болмайды. Тарихта тұлғаны жамандап, оның сыртынан алалап, сен алаш бол, кісі алаштың құрамында болған жоқ, ол алашты қырған немесе жойған. Олай айтуға болмайды. Бәрінің мақсаты тәуелсіздік болды. Қысқа әрі нұсқа алдарыңызда 3-ақ минут уақыт беремін. Досмахат әдісі, осы параграфте қалай түсіндіңіздер? Қысқа нұсқа, бір бетке ғана, біреу ғана сөйлейді, қалғандарыңыз біреу ғана сөйлейді. Қалғандарыңыз көмектессеңіздер, біреу ғана жазсын, бір адам ғана жазсын. Досмахат әдісі үйреттім ғой. Не түсіндің осы сабақтан? Бір адам ғана жазсын. Сондықтан кітапты қайтадан оқу керек. Сайланған автономия үкіметін көрнекті қоғамымыздың саяси қайраткері Тынышбаев пен Мұстафа Шоқай басқарғанын білдірді. Жақсы, жеткілікті, рахмет. Әрі қарай сіздер хаттарыңызды оқыңыздар.
Aynali. Қазақстанда екі ұлттық автономиясы болды. Олар бірінші Алаш автономиясы, негізін қалаушы Әлихан Бөкейханов. 1917 жылы Орынбор қаласында өткен екінші халықаралық съезде жарияланған қазақ халқының аумақтық мемлекеті. Жақсы, жеткілікті отыра алып, хаттарыңызды оқуыңызға рахмет Айнали. Тапсырмалар, тарихи тұлғалар кім айтады? Темірдан, қош орын. Тарихи тұлғалар, қорытынды үсті, екі ақ болу емес пе? Жеті болу. Екінші топ мазмұнашылығы екі, шығармашылығы екі, сөйлеу мәдениеті бір, топ белсенділігі екі. Қорытынды қанша? Жеті. Үшінші топ мазмұнашылығы, шығармашылығы екі, сөйлеу мәдениеті екі, топ белсенділігі екі. Бәрі бір дейістіп тұр. Жақсы, бәрі жеті бол. Екінші топ, сөйлеңіздер. Екінші топ. Айнали бол. Оқушылар өткен сабақ негізінде бағалайды. Бірінші топ мазмұн ашу, екі, шығармашылығы, үш, сөйлеу мәдениеті үш, топ белсенділігі төрт жарым, қорытындысы бес. Жақсы. Қиын болады, себебі бұл мемлекетте тарихта жоқ бұл бір ғасыр болды. Және бұлар туралы көп ақпарат құралдарды айта береді. Екіншіден, мақсат өз деңгейлерінде өзінің ойындағыдай шықты. Мақсатым үш оқушыны көп төгіп сұрау еді. Және бұйыртқандай үшеуі де бір топқа түсіп қалды да, мен туған күндерін есептемеппін. Үшеуі де бір топқа түсіп қалды. Сосын мына топқа көп мән беріп жүрмедім да, менің түсінігім бойынша. Өйткені мен оны ойламаппын, бәрін есептедім. Үшеуі де бір топқа түсіп қалады. Олар топта үшеуі де бір топқа. Енді ол үшеуіне сұрай берейін десем, аналардың көңіліне кетіп қалам ба деп ойладым. Неге мына топтан сұрай береді, сіздерге жақын отырмасын себептен баланың басын айта аламын. Мақсатыма жеттім, бірақ әлі де кикілдіргендер бар екен. Мысалы, Жандоспен еркін керісіп қалды ана жерде. Мына жақта қуаныш біреуді тыңдауды білмейді. Әлі қуаныш қызық. Иә, ол эмоциональный адам, оны ешнәрсе істей алмайсың оған. Оны бір тоқтатып тастасаң, ол көңіліне бір қалса, қуаныш ол батып қалады бұл жерге. Мен бір рет сегізінші класста ренжітіп болғам, сондай бала. Оған қатты сөйлесең, ол жерге батып қалады. Мақсатыма жеттім. Бір жағынан үшеуі бір топта болғаны да жақсы. Бір жағынан олар солай А-ны дәлелдеді, Б-ны дәлелдеді, С-ны дәлелдеді.
Ушул бир топто Дарья мен отырган окуучулар олар козголбой коймойт. Ошо Дарья отуруп. Мисалга козголус болду. Мадияр ол оған бере айта алмайт. Потому Мадияр Дарьянын алдында ол өзү каймагат киши. Жаңадан келген окуучуларды байкадым, ешқайсысы почти сөйлеген жоқ. Только Айнали ғана сөйледі. Ол да қасындағылар бар. Олар өзі сами по себе. Сондай, табиғаты сондай олар. Ол ауылда оқығаннан кейін мында қосыла алмайды. Бірақ тәртібі, жұмыс істеген жұмыс істеп жатыр, көрініп тұр. Бұлар мыналарға қарағанда алып кете алмайды. Сосын бұрыннан келе жатқан өзінің артта келе жатқандары бар. Енді олар біледі. Расул мысалы біледі, сөйлемейді. Расул жақсы біледі. Тамшолпан бірде былай, бірде былай. Тағы осындай балалар бар, әр столда мысалы Индираның аяғын тұрғызып алды ғой. Өзі табиғаты сондай. Бірақ олар біледі. Ал енді бұл жерде екі сабақ, күрделі сабақ болғасын, үй сабағын екі әдіс арқылы тапсырмасын сұрап алдым. Біріншісі сұрақ жауап диалог кім жылдам, екіншісінде жаңағы кестелер арқылы өзі 3 кесте бар тақырыпта. Сол 3 кесте әділетті болу үшін деп әркімге кімге қандай түсті, сол кесте арқылы тақырыпты ашты. Үй жаңа тақырыпқа келген кезде мәтінмен жұмыс. Бұл енді сылтау емес, бірақ кітап өте ауыр, күрделі. Олардың деңгейі 10-11-ге жеңіл болар еді. Бірақ дегенмен өз деңгейлерінде алып шықты, бір-екеуін ғана жаңағы постерлері толып кетпей қалды. Идеяны тез таба алмайды, сосын бір-бірімен келісе алмайды ортақ. Әрине, бәрі бір адамның айтқанмен келісіп кетсе, біз мақсатымыз ондай тұлға қалыптастыру емес қой, бәрі менің айтқанмен жүрсін деген. Ол әрине арасында егер олардың пікір талас, бір-бірімен келіспеушілік болса, мен оған қуанамын. Себебі әрқайсының өзінің ойы бар дейміз. Мақсат әр баланың өзінің ойы болу. Ал ойы болмай біреумен келіспейтін болса, ертең болашақта кім тәрбиелеп жатырмыз? Болашақта әрқайсымыздың ойымыз ашық болу керек, өз ойын жеткізе алатын. Сол себепті бір-бірімен келіспей қалған жерлерін мен оны дұрыс деп есептеймін. Менің түсінігім. Потому что ана жерлерде новенький болды, но тоқтат жаңа келген жоқ, может поэтому получается. Да, мына жерде тек жаңағы бір-екі қыздар лидер болып кетті да, олар үндемейтін Темірланып отырған байқадым, Мадияны олар қайтсаңыз Темірлан ошол сөйлеп отыр ғой. Сөйлеп отыр. Посттерде жұмыс істеді. Постер кезінде де ол өз пікірін білді. Бірақ та ол өзі емес, ол Жасланға айтып отыр. Сосын Жаслан екеуі пікірлесіп, сосын ғана ортаға. Жаслан ол шустрый, бірақ артық көбінесе қуысады. Нақтылығы жоқ ода, нақтылығы жоқ. Тек анау эмоцияға беріліп шығып кетеді сабақта. Ода нақтылығы жоқ. Енді бізде нақты сөйлейтіндер ол еркінеді, бүгінде кіммен жанауыспен келісе алмайған. Нақты сөйлейтіндер қуаныш етеді, қуаныш эмоция. Екеуі жақсы жұмыс істеді. Қызығып қарап, тақтаға да шыққанда мен Гүлмира Бакировна Мадияр тақтаға шығып тұр ғой деп. Темірланды Жандос итерді. Темірланды итеріп, Темірлан шыққан жоқ. Ал Мадияр өз еркімен өзі шықты бағана. Химия сабағы. Оның алдында Темірланда Мадияр бұл оқышы да менде. Сіздің сабағыңызда көрдіңіз ба? Енді міне нақты Нұржанның сабағында болғанда нақты көрініп тұр. Темірлан ұмтылыс білдірді. Топтың ішінде де ол жұмыс істеді. Постер құрауға да көмектесті. Тек қана ол өз еркімен салған жоқ, ол Жандосты түртті. Жандосты түртіп, Жандос арқылы енгізіп отырды постердің несін. Ал мына жерде отырған кезінде Жаслан де, Жаслан болды. Химияда Жандос болды. Химияда Жандос болды. Тарихта Жандос болды. Жаслан болды. Былай, анау тарихқа келген үндемей қалады. Неге барған кезде қасында оның еркін болды, кішкене көтерді. Еркін болғанда ғана Мадияр тұрды. Еркін болмаса тұрды. Өйткені еркінің өзінің табиғаты ол біреуге көмектесетін бар. Оның қасына Манас отырып қалса, үндемейтін Манас, онда отыра береді екеуі. Мирас отырып қалса, ойнап отыра береді. Оның қасына бірінші себеп менің түсінгенім. Менің химия саласын білмей, еркін көмектесті. Еркін өзі табиғатында сондай көмектесетін. Ал менің сабағыма келетін болсақ, бұл жерде хоть еркін уақытта қасына бейбіжан кім отырса да ол көтермейді. Ол тарих, гуманитарияға жоқ. Білмеймін, менің бейбіжан тарихқа жоқ екен да, үндемейді. Оны жеп қояды, 45 минут, онсыз-ақ сөйлеп кететін. Енді Мадиярға, мәселен, сіз оқушы Мадиярды айтатын болсақ, Мадияр сіздің бірінші тапсырмаңызда ол ақырын жұмыс істеді. Екінші тапсырмаңыз жұптасып көршісіне айту керек деді. Жұптасып қарсы отырғандарға айтып отырды, мәселен, Темірлан қарсы отырған Қадырханға айтты. Ал ол көршісіне айтқан жоқ. Өйткені көршісінің өзі деңгейі сол Мадиярдың өзіне сәйкес келіп тұр. Мына партада отырғанның барлығы өз деңгейі бір деңгей сәйкес келіп. Ол Мадиярда айтып отырған жоқ. Жаңадан келген жаңа оқушымыз бар ғой, ол да айтып тұрған жоқ. Сонда Мадияр үндемей отырды, ол тек кітапты оқып отырды.
Тарих сабағында да солай болды. Тарих сабағында да кітап оқиды, сөз жоқ, кітап оқып отыр. Кейін ана жаққа барғанда сол оқыған кітапты білімін пайдаланып Еркінбек оны шығарып отыр ғой. Еркінбек қосып ойды Мадиярда қашан. Мен байқағаным Еркінбек те Жандос та екеуі сүйреп отыр ғой. Темірланды да ұрып ұрсада айтып, шық деп айтып, ойнап шық деп қояды. Ал ол болмағанда Темірлан өзі ұяшап қойды ғой. Бойы кішкентайды, сосын үлкен тақтаға шыққысы да келмейді. Мен мысалы өзім есіме түсіп кетті да, ұзын тақтаға шығып келмей көпшіліктің көзі. Анау ол кісінің кабинеті, ана кабинеттер ыңғайсызданады ол. Өзін бескомфорт ма сондай сезінеді. Темірланда сондай бар. А бұл жерде жаңағы кімнің Жандостың итермелеуімен шықты. Есеп дұрыс шығармасын, ол факт, ол шықты. Сондықтан Жандос та Еркінбек те бұл жерде жаңағы итермелеуші фактор ғой. Бұл оқушы Темірлан өзінің деңгейінде ме? Менің сабағымда деңгейінде деп тұрмын. Ол өз деңгейінде, бірақ ол менің төмен оқушы ғой ол. Мында тағы бұл оқушы болып тұр. Ол деген орта оқушы емес па? Үздік, орта, төмен оқушы. Екеуі тарихта дұрыс оқыды қазір. Химияда орындар ауысу керек. Мына жаққа түсу, мына жаққа түсу. Енді бізде де әдебиет болады. Әдебиет келесі аптаға қоямыз. Әдебиетте көрейік. Енді әдебиетте ол гуманитар көреміз енді сол. Темірлан шығып кетсе, значит Темірлан ол гуманитария мықты. Иә. Онда Темірлан шығып кетсе, қалай деймін? Келесі аптада Жүсіпбай, мен 7-8 білемін ғой бұл баланы. Бұл бала мынау өзі үнсіз отырып шығара береді. Математика жағынан өзі үнсіз отырып. Оған тыныштық керек. Иә, ол спокойно оны былай жұмалап айту жоқ. Уақыт керек оған. Замира Нұрғожаевна, сіз өзіңіздің сабағыңыздың мақсатын жеттіңіз бе нәтижеге қалай? Так, бүгінгі сабақ мақсаты ол балалар жазып білу керек болды. Диссертациясын. Шықылдағын негізді мысалдарым. Уақытта соқ қалды. Біріншіден кешіп келдім ғой, бәрі мұғалімді кешіп келді, оқушылар да кешіп келді, бәрі кешіп келді. Бұның соңында тест жұмыс бар да, еще рефлексия болды. Тест жұмыс алынбай қалды, рефлексия болды. Сонда тест жұмыс алғанда мен білерім олардың қандай деңгейде шығардым. Мен бір-екі баланы бағалап үлгердім. Бүгін ана баланы түсінген, мен анау мен анам. Ана баланы түсінген, мен ана баламен бағалап үлгердім бірікті. Тест жұмысымен бүкіл сыныпты бағалаймын. Мына жерде оқушы мен Дарья Машеева Дарьяны да. Мен бас кезінде ана топпен жұмыс жасап жатқан кезде сонда орнынан тұрып, былай жақсы жұмыс істеп жатқаны көрінген. Содан кейін что-то басылып ана қыз отырды, қасыма басылып қалды. Таңшолпан отырады деп ойлаған жоқ. Таңшолпан олардың арасында не бар? Олардың арасында конфликт емес, ол кім Дарья өзі табиғаты кішкене өзін биік ұстайтын қыз. Ал Таңшолпан бұл үндемейтін қыз. Таңшолпан ешқайсы араласпайды ғой. Ешкім араласпайды. Таңшолпан тек бәсе сол жаңағы қасына сол қызды отырғызғаннан кейін ол селсоқ болып отырып қалды, ешқандай да мынандай сабаққа былай көзін жанып тұрған несін көрген жоқ. Таңшолпан Аязжан сосын оның үйреткен қызы шығып тоже білмеді, иә? Ол үйреткен жоқ. Ол үйреткен жоқ, значит ол жай отырды, жай қарады. Даже ана қарағысы келген жоқ қой. Бұл жерде ол біліп тұр Дарья. Бұл атеист. Дарья бір 4-5 қызды адам есебінде мойындамайды. Ол высокомерный бар осы. Ол өзінің характерін істемейді. Онда неге біз оны ала қалдық? Алу керек, жұмыс істеп кәдімгідей өзін дұрыс ұстайтын оқушыны. Ана Бибіжан 8 жаста еді. Әлі Бибіжан одан басқасы болмады. Бану Гүлмайдан жағы мықты ол жарыстан алмайды. Менің сабағыма келгенде жоқ, бұл осы алдында бір бүгінгі емес, алдында бір тарих сабағында Дарья көрінген. Прямо кәдімгідей тоқта нетіп, топ басшы ретінде не. Химияда келіп қалып тұр ғой Таңшолпан қасында. Жұпты ғана Таңшолпан. Жоқ, ол жақсы атыс отыр ғой. Басында көршісі дұрыс болмағаннан кейін, ол өзінің айтып тұр ғой, басында үй тапсырмасын дейтін топпен жұмыс жасады, біз кіріп атқанбыз как раз. Сол кезде ол орнынан тұрып жаңағы былай түсіндіріп өзінің бар несін жұмыс жасап атқан. Сосын кейін артынан қасына жұп келген кезде басылып қалды. Тарихта ол ешқандай, даже өзінің түрінің мимикасы да өзгеріп кетті. Жұпқа келгенде ана қыз байқадым оны. Жұпқа келгенде ана қыз келіп қалды, сонымен үндемей қалды. Тарихта жоқсыз болған жоқ, тарихта жоғары болды. Тарихта жақсы. Тобын алып суырып алды. Көшбасшылық қасиеті көрініп тұрды. Суырып алып шықты. Әдемі сөйлеген мәнері, былай сөйлесе алмайды. Олардың жобасы да қорғаған постерін біздер баға қойдық қой не? Ең жоғары ұпай солар алып тұр. Қазір екінші жоба болды. Мазмұн ашу, шығармашылық, мағлұмат та көп мәдениеті, топ белсенділігі осы сол Дарья алып шықты негізінде 20 ұпайды сол Дарья алып шықты. Химияда бұл жерде уже не қалай айтсақ, мінез ба, әлде арасында конфликт болып қалды, көрдіңіз бе? Өмірде кездеседі, мысалы болашақта.
өмірде кездесіп қалады. Ұнамайтын адам кездесіп бір жерде отырып қалса. Сол мен Дарияға да нашар үйретіпсің дегенде ол кілт ете қалды ғой. Иә. Өте нашар үйреттің дегенде ол иә өзіне бірден. Ол не ондай сөздерді көп естіпеген ол. Оның әдесі ондай сөздер көп айтылмаған. Кейін кішкене биік ұстайды. Кім жарайсың, молодец, жақсы деп, а Дария өте нашар деді. Нашар дегенге. Нашар демеді, өте нашар деді. Иә. Сол өте қатты батып кетті ғой. Жандостар оны ұстайды, ондай сөздер ешнәрсе қылмайды олар. Ұлдар ғой, бір жерінен естіп тек. Жоқ, анау мұрын тыжырайтып, анаған бүйтіп қарағаны, қыз не отырды, мен байқап отырмын оны. Мен айттым, ой, мынау ұшташылығын бекер отырған жерде. Енді келесі сабақта Гүлбиеваның сабағы болғанда сол қыздарды тағы да отырғызып көру керек. Таңшолпан Дариямен. Таңшолпан мынау бір класстан келіп деп, бұл келген кезде бұл қызды қабылдаған жоқ. Қабылдаған жоқ. Бануды кімді қабылдады? Сіңісіп кетті ғой олар. Бұл енді барлық жерден қала берді іс-шараларда. Үйде бала бағама. Менде ол менің классымда бұл класс ол қыз лидер болған. Бейгеде қатысады, бүкіліне қатысады. Сол сыныпта. Ана барды қалды сразу. Оны сыртса. Бірақ мадиярлар деген Ана мадияр деген сізде отырғанда. Жоқ, олар сыңсып кетті, олар алдында бұрын бірінші класстан кеткен балалар ғой. Таңшолпан кейін келген балалар. Басқа қаладан кетті. Иә, басқа жақтан келген. Иә, оған да байланысты ғой. Баланың біраз жыл болған. Жақында келген, басқа шетелден. Моңғолиядан келген ғой. Жақын маңайда келген. Сосын Қырыққұдықтан келгенде андай көп абыр-сабыр, біз сияқты абыр-сабыр жоқ. Ауылдық мектеп біліп асықпайды ғой бәрі, жай істейді. Бізде абыр-сабыр болғасын, соған 8-ші класстан бері қарай әлі қосылады. Расындағы сол мына темпқа әлі кіре алмайды. Әлі кіре алмайды. Солардың ақырын қасына да сол үндемейтін мадиярда тұрғызып қойып, екі жарда бір бүтін болып отырсын. Жақсы, рахмет. Сәбира, продолжаем.